Hello, dear students. How are you? Let's continue learning English. Today we talk about occupation. Бүгін біз сіздермен келесі топикті жалғастырамыз. Топикті оқимыз, аударамыз және грамматикасын талқылаймыз. Ал олай болса кеттік. Бүгінгі біздің топиктің тақырыбы occupation. Occupation дегеніміз бізде мамандық. Қараңыздар. What is your occupation? What? Қандай? Is, to be қолданылады, өйткені occupation бізде жекеше және ол үшінші жақ жекеше түрі болғандықтан is, to be қолданылады. What is your дегеніміз сенің occupation мамандығын. Сенің мамандығын қандай? What is your occupation? Келесі сөйлем. I am a teacher. I am a teacher. Мен мұғаліммін. I-ға am to be қолданылады, білеміз, I-ға am to be қолданады. To be аудармасы является, ол деп аударылады. Яғни, я являюсь учителем деп тұрғы мына жерде. Бізде неопределенный артикль, қандай мұғалім екен белгісіз, сондықтан да деген артикль қолданылады. Teacher, мұғалім. Келесі сөйлем. I work at a school. I work at a school. Мен, I дегеніміз мен, work, жұмыс жасаймын. At дегенімізде предлог, бір зданияның жанында, сол кезде қолданады. Осындай at school деген кезде, мектепте деп айтқан кезде, осы at деген предлог қолданады. Жаттап алу керек бұны. Неопределенный артикль, белгісіз артикль, зат есім алдында қолданылады. Қандай мектеп екен белгісіз, сондықтан да артикль қолданылады. School, мектеп. Мен мектепте жұмыс жасаймын. Келесі сөйлем. What is your occupation? Оның мамандығы қандай? Your дегеніміз бізде қыздарға қолданады. Оның деп аударылады. Оның мамандығы қандай? She қыздарға қолданады, ол. She is a nurse. Оның мамандығы медбике. Nurse дегеніміз медбике. She, ол. Is to be қолданады. She is a nurse. Келесі сөйлем. She looks after people in hospital. She, ол. Looks after дегеніміз бірге жүреді. Яғни заботиться, қамқорлық жасау деген мағынаны білдіреді. Бұл фразаны біз жаттап алу керекпіз. Жаттап алыңдар. Looks after, қамқорлық жасау. Мысалы, кәрі адамдарға қамқорлық жасау, немесе кішкентай балаларға қамқорлық жасау, People дегеніміз адамдар, in дегеніміз бізде ішінде, яғни ненің ішінде? Hospital дегеніміз поликлиника, Ол қамқорлық жасайды адамдарға поликлиникада дейді. Келесі сөйлем. What is his occupation? Оның мамандығы қандай? Бұл жерде his деп тұр, ұлдарға қолданады, ұлдарға қолданады. Оның мамандығы деп ұлдан сұрап тұр. Оның мамандығы қандай? He, ол, ол деп аударылады, олға. Is to be қолданады, heға is a journalist. Журналист. Оның мамандығы журналист. Келесі сөйлем. He writes for a newspaper. Ол жазады. Newspaper дегеніміз газет. Яғни ол газеттер жазады дейді, He дегеніміз бізде ол, writes деген жазу. Бұл жерде present simple шағы болып тұр,
жекеше, үшінші жақ, сондықтан да етістікке s жалғанып жатыр. Осыған мән аударайық. Окей? Writes present simple, үшінші жақ жекеше тұры, сондықтан да s жалғанып жатыр. А басқа, мысалы, you write болады, я? S жалғанбайды. Окей? I write болады. For дегеніміз бізде preposition, a newspaper. Көбінесе for бізде осы newspaper'ның алдында қолданады. For a newspaper, газет деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ме? Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, және подписаться етіңіздер. The lesson is over. Goodbye.